сіздікі. Фиксация жазам да. Айтпеңіз да. Фиксация жазам да. Видео фиксация. Өзім үшін да, для себя. Мені тоқтатқан себебіңіз басында мектан үзік-сызықтан басып өттіңіз дедіңіз, иә? Ол жақта үзік-сызық анау мостқа дейін үзілген сызық. Хорошо. Енді сіз сонымен тоқтаттыңыз мені, иә? Енді маған құжат дедіңіз. Транзит қой. Енді? Тесің өңгішілтіңіз бар ма деп сұрап тұрмыз сізден. Жоқ, сіз одан кейін келіп тесіп атсыз оған. Бар ма жоқ па сіз? Жоқ оған. Жоқ болса хаттамаңыз бар. Олай болмайды, сіз оған тоқтатқан жоқсыз. Негізі маған үзік-сызық дедіңіз, маған жала жауып отырсыз. Фиксацияңызды алып келіңіз маған. Фиксацияны алып келіңіз, ана жерде үзік-сызық басып кеткен. Мен сізге тұрған жоқпын. Сіз маған басына неде үзік-сызықты басып келдің деп айттыңыз ғой, үзік емес, ұзын полосан деп. Олай болмайды, қазір жүрекке соғам мен. Жүрекке соғам маған жала жауып атқан үшін. Егон жүрекке соқшы. Жала жауып атқан үшін маған. Жала жауып атсың маған. Ұзын полосан сіздің үздің анамлау деп. Уалейкум ассалам. Ұзын полосан басым деп маған басында солай тоқтатты. Кейін келіп алып аптечкеге тиіседі маған, аптечкің қайда деп. Олай болмайды. Планшетіңізді алып келіңіз. Жоқ, қодан туысыңыз. Аптечка жоқ менде. Сіз не үшін тоқтаттыңыз? Басты себебім. Жоқ, олай тоқтатқан жоқсыз. Олай жалған сөйлемеңіз. Маған ұзын двойной полоса басың деп тоқтаттыңыз. Мен қазір дәлелдеймін соны. Двойный с положением тоқтатып жігітсің ба? Айтшы, жігітсің ба? Жігітсің ғой да? Жігітпін. Дамбал киіп алғансың ғой, бұтыңа, иә? Енді неге екі сөйлеп жатсың? Сен мені тоқтатқан кезде мен фиксациямен дәлелдеймін. Міне. Келші, ішке кел. Міне, ана келші. Анау полный сөйлеген записіңе дейін жазып ат. Мен қазір әлеуметтік желіге салам. Салыңыз енді. Полный. Олай болмайды. Сізге өтірік. Сізде балағаттап, сіз бумага тиіп жатырық па не? Сіз маған жалған сөйледіңіз. Маған ұзын двойной полосан басып келдің дедің, ана жақтан. Сол үшін тоқтаттың дедің. Фиксацияңызды алып келіңіз маған. Страховкаңыз шықпайды даже сіздің. Бұған жазылмайды деп өзіңіз айтып отырсыз ғой. Енді не дейсіз маған? Қалай не дейсіз? Олай болмайды. Не үшін салады? Не деп салады? Не деп саласың? Айтшы. Қазақстанда тіркелмеген автокөлігіңіз әлі. Қазақстан еліне. Білесіз ғой да? Білесің ба? Дәлелің болса айт маған. Бұл полный учетқа қойылған. Бұл деген қазір Ақтаудан мен документ аламын мынаны. Полный учетқа қойылып қойған документ мынау. Қалай қойылады сізге? Әлі сізге қойылмаған транзитпен. Қойылып қойған. Полный қойылып қойған. Мен қазір бұл VIP. Мен мемлекет берген VIP. Соны Ақтаудан аламын. Қағазым онлайн. Ондай жоқ онлайн. Міне, Қазақстанның біз сенген полициясы осылай жұмыс жасайды. Біз сізге сенеміз, сіз жалған сөйлеп отырсыз. Не деп жалған сөйлеп отырсыз бізге? Айтыңызшы, не деп басталды? Басында былай деді. Маған тоқтатты келіп. Сосын кеттім дедіңіз бе? Жоқ, мен оған дейінгі оған үзіп. Үлгеріп кеттіңіз ғой. Сіз айттыңыз ғой, полный полоса үзік емесеңіз ғой. Олай болмайды. Ол әшіне маған тоқтатқан кезде не үшін тоқтаттың деп айттым. Жоқ, олай болмайды. Мен не үшін тоқтаттым? Басында не үшін тоқтаттыңыз? Не үшін тоқтаттыңыз басында? Сіз номеріңіз көрінбейді, сіз без номерге атқан сияқтысыз. Қараңыз сөзіңізді, алдыңыздан қараңыз. Бұл дейтін күнге шағып поворотта шыққанда көрінбейді сіздің. Жоқ, бұл Қазақстан ішінде. Қазақстан ішінде мен күндізгі уақытта айдадым. Түнде ұстасам, мейлі, түнде болады. Сізге күндіз түндеп тұрған жоқ, сіз шығып келе жатқанда бізге без номер сияқты көрініп тұрсыз ғой сіз. Басты мақсатыңыз не болды? Тоқтату мақсатым. Тоқтату мақсатымыз сіз заңдылығыңызды анықтау, тексеру. Жоқ, олай емес. Олай деп айтқан жоқсың. Маған айттың. Ана жақтағы ұзын полосаны басып келдің дедің. Сол үшін мен сені тоқтаттым дедің. Иә? Хорошо, сіз өзіңіз дәлелдейсіз, фиксацияңыз бар дедіңіз ғой. Иә, фиксация жазылуда. Сөзден де жазылуда. Бұрмаланмаңыз солай сөзді. Түсіндіріп жүрсің, 590 ексін алып, пандуасын түсіндіріп, көрінесін ашып, қарап. Его, машина жақындатпашы. Баспашы ана қолыңмен. Страховка жоқ. Жазыла ма жалпы?
Я стоит қойлады бірақ машинаңыз. Жоқ, жазып алма жалпы. Жазылады. Конечно, 230 баптың 2-ші бөлігі сізге қарастырылған ғой. Иә. Активші кодекс таныстыру. Мен жазып алғам. Мен оны сөйледім. Дәлелдейсіз. Біз чисто прокуратураның базасымен жұмыс жасаймыз. Жаңа сіз не айттыңыз маған? Маған не айттыңыз жаңа? Тоқта. Жаңа жазылмайды. Мынауың заңсыз деп айтты да, енді заңды дейді. Жүзекке соқшы, Егон. Бәле жауып атқан жер. Соқшы. Жүзекке соқ. Жүзекке соқ. Сен не айттың жаңа? Жазылмайды дедің Қазақстан бойынша, мынауың заңсыз деп айттың. Жоқ, страховка берілмейді дедім. Енді? Сіз қайдан алдыңыз дедім. Енді? Енді маған не үшін жазбақшын енді? Не жазбақшын? Сіз автокөлігіңіз тіркелмеуің ешқайда. Енді? Соған жазылмайды. 590 бапты. Мен утиль полный ақшасын төлеп қойғам. Мына қазаққа. Жүзекке соқшы. Кесін осы. Қайда қазақтың? А? Қазір Ақтаудан аламын. Сашыда? Ондай жоқ Ақтауда. Алпыш? Алло? Түсіндіріп айтсаңыз. Ассалаумағалейкум. Жол айтшы. Қай жол бойы? Алло. Да. Бауыржан, кімсіз? Қалсын. Жақсы. Дастурбен тасжолында ғой, кездесушілік болды, жаңа транзит автокөлігі тоқтатып отқанбыз. Жоқ, жол бойды айтшы, ондай қатты лишний әңгіме айтпай қойшы. Дастурбен тасжолы. Иә, жолды айт, жүзек кесін маған. Ау, транзит автокөлігі ғой, заңсыз әрекет қылғанда өзі айтады қазір түсіндіріп, Алло. Жоқ, былай ғой, андай, не дейді, двойной полосан басып келдім дейді да маған. Сосын тоқтатты. Сосын мен оға дейін өттім десем, сөйтіп келіп, полный багаж ашты деді, аптечің қайда, анауын қайда деп соған тиісіп кетті да. Жоқ, мен жолда келе жатқан адаммын, Ақтау Алматыдан келе жатқан адаммын. Ахмет. Болмайды мынауың, что-то. Келістік қой жаңа. Документ алып көрсем, үйде удалить етті, анамын, онда мен сен қамап тұрмын, ондай дейді. Әкеліп құжатты, мен құжатымда. Алдым, ешқандай мен заң бұзған жоқпын. Менің документім түзу. Келіп, өзі келді, двойной полосаны басын деп, ешқандай дәлелі жоқ. Менде фиксация жазылған дегеннен кейін ғана басқа агнучтерін қайда, аптечкін қайда, анау деп қамап тастаймын, ондай дейді. Ондай жоқ дедім заңда. Сосын кеттім.